Сәлем анашым. Қалыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Тамақ бар. Бірақ кейде тәбетім болмайды. Кей түндері көз ілмей шығам. Шаршау емес, жаным мазасыз. Соғыс деген өте қиын екен анашым. Айналамдағы жаралы жауынгерлердің ыңырсыған үні, көздеріндегі шарасыздық менің жанымды тіліп өтеді. Мен тек жарасын таңумен шектелмей, жүректеріне де жылу сыйлағым келеді. Кейде бір жылы сөздің өзі ем бола алады. Айтпақшы, поселкеңізді алдым. Госпитальдегі солдаттарға салып жіберген құрттарыңызды да таратып бердім. Аналарын сағынған солдаттар ауылдарын бір еске алып қуанып қалды. Алдыңғы түні фашистердің бомбасы астында алған солдаттар демдедік. Қанша жара, қанша көз жас, қанша үміт үзілді. Түнімен көз ілмедік. Қолымнан келген көмекті беріп жүрмін. Бірақ кейде дәрмекте дәрменсіз екенін сезем. Сіз менің аман оралғанымды қалай тілесеңіз, мына солдаттардың да аналары дәл солай тілеуде. Бұл ой мені тоқтатпай алға жетелейді. Жауапкершілігімді ауырлатады. Тым болмаса бір сарбазды аман алып қалсақ екен деп, майдан даласында қып-қызыл отқа айналған таң ішіндегі солдаттарды шығарамын деп. Тағы бір құрбым бақилық болды. Сізді қатты сағындым анашым. Сіздің маңдайыма қойған алақаныңызды, жылы құшағыңызды. Мен қорқам анашым. Кейде қатты қорқам. Бірақ сол қорқынышты үмітке жеңдіргім келеді. Мені күтіңіз. Мен аман есен оралам. Бұл елім үшін, сіз үшін анашым.